Аранын шаққаны шипа. Араны шақтыру арқылы емдеу медицинада апитерапия деп аталады. Ең алғашқы апитерапиялық клиника Мәскеуде Михаил Миронович Франкельдің бастауымен ашылды. Ал біздің елде кейінгі жылдары ғана қолға алына бастады. Мамандардың айтуынша, араның уымен емделу арқылы көптеген ауру түрлерінен айығуға болады. Араның бізгегі негізінен жүйке жүйесі, жүрек қан тамырлары аурулары кезінде қолданылады. Бірақ бұл емді ауру асқынбай тұрып алу керек. Сонымен қатар инсульт алған адамдар, препараттар көмектеспеген жандар осы емге жүгінеді. Араның улы болатынын әрқашан есте ұстау керек. Процедура кезінде қолайсыздық тумас үшін адамдар медициналық тексеруден өтіп келу керек. Әсіресе қан көрсеткішіне назар аударылады. Алғашында 5 секундтай ғана шақтырып, аллергиясы бар жоғын бақыланады. Ал арамен емдеу курсы оның санына тәуелді. Ең азы 30 арадан бастап 70-150 араға дейін шақтырып дертке шипа табуға болады. Тек ескеретін жайт, бір күнде 12 арадан артық шақтыруға болмайды. Мөлшері тым көп болса уланып қалу қаупі бар. Сол себепті тек тікелей маманның бақылауымен жүзеге асады. Бұл жәндіктің арқасында емделіп жүрсеңіз, мамандар тарапынан ұсынылатын мына кеңестерді естен шығармаңыз. Уақытымен тамақтану, ем-шараға аш қарында келуге болмайды. Аллергиялық реакциялар тудыратын тағамдардан бас тарту керек. Цитрусты жемістер, шоколад, қою шай мен кофе. Ішімдік ішуге тыйым салынады. Бал жеуге рұқсат. Бұл жәндіктің өте еңбекқор екенін білеміз. Адамның да ұзақ жасауына ықпалы бар бұл жәндік шағып алса шошымаңыз. Тек шипалы болсын деңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып арнаға жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.